Бүгінгі тақырып бүкіл ағзадағы бірақ орган маңызды. Ол қалқанша без және соның қасындағы қалқанша маңы без. Осы бір органды жұмысынан тайдырсақ, бүкіл ағзамыз ауыра бастайды екен. Осы мақаланы академик Мұрат Тұрлыбековпен бірге дайындағанбыз. Соны сізге оқып шығайын. Қалқанша және қалқанша маңы бездері біздің организмдің көрінбейтін дирижерлері. Қалқанша безі кішкентай бірақ өте маңызды көбелек түрлі без. Өзіңізді әр аспабы өз партиясын ойнайтын оркестрде елестетіңіз. Қалқанша безі бұл оркестрдің дирижері. Ол біздің организміміздің, ағзамыздың симфониясының ырғағы мен үйлесімділігін орнатады. Ол мойынның алдыңғы бөлігінде орналасқан трахеяны орайтын көбелек тәрізді без. Мына жерде тұрады. Қалқанша без не істейді? Гормондар өндіреді. Бұл гормондар метаболизмді біздің организмдегі барлық химиялық реакцияларды реттейді. Тағы да айтып кетейік. Қалқанша безден гормондар шығады. Сол гормондар біздің организмдегі барлық химиялық реакцияларды реттейді. Барлық, кейбіреуін емес, барлық реакциясын реттейді. Олар біздің энергияны қалай пайдаланатынымызға, жүрегіміздің қаншалықты жылдам соғатынына және температураға қаншалықты сезімтал екенімізге әсер етеді. Қалқанша безі тироксин Т4, триодтиронин Т3 және кальцистонин деп аталатын 3 гормонды өндіреді. Т3 пен Т4 гормондары басқарушылар сияқты, олар барлық дене жасушаларына, соның ішінде ми жасушаларында да хабарлар жеткізетін гормондар. Т3 пен Т4. Тағы қайталап шығайық. Осы қалқанша бездің шығаратын 3 гормоны бар. Біреусі Т3, екіншісі Т4, үшіншісі кальцитонин. Енді Т3 және Т4 гормондары туралы айтып шығайық. Қалқанша безіңізді организмдегі көптеген процестерді реттейтін ерекше гормондар шығаратын кішкентай зауыт деп елестетіңіз. Бұл гормондар триодтиронин Т3 және тетраодтиронин Т4 деп табылады. Олар бүкіл организмге маңызды нұсқаулар жеткізетін шағын курьерлер сияқты жұмыс жасайды. Т3 деген триодтиронин. Бұл екі гормонның ең белсендісі. Оны тапсырманы бірден орындайтын жылдам және энергияға толы курьермен салыстыруға болады. Т4 тетраодтиронин. Бұл гормонды баяу жұмыс істейтін курьермен салыстыруға болады. Ол пакеттерді қоймаға жеткізіп, оларды жеткізілмес бұрын Т3-ке айналдырады. Бұл гормон тироксин деп те аталады. Т3 және Т4 не үшін жауапты? Бұл гормондар организмдегі 100% процестеріне керекті негізгі рөл атқарады. Зат алмасу. Олар метаболизмнің жылдамдығын реттеп, организмнің калорияларды жағу және энергия өндіру жылдамдығын басқарады. Өсу және даму. Т3 және Т4 балалардың өсу мен дамуына, сондай-ақ ересектердің ағзаларының қалыпты қызметін қамтамасыз етуге өте маңызды. Дене температурасы. Олар дене температурасын оңтайлы деңгейде ұстап реттеуге көмектеседі. Жүрек, қан тамыр жүйесі. Гормондар жүрек соғу жиілігі мен қан қысымына әсер етеді. Жүйке жүйесі. Олар мидың дамуы мен қызметіне маңызды рөл атқарады. Т3 гормоны, яғни триодтиронин молекуласында 3 йод атомын қамтиды. Оның атауында 3 саны осы йод атомдарының санына байланысты. Т3 пен Т4 гормонының айырмашылығы қандай? Йод атомдарының саны. Т3 йод 3 атомын қамтиды, ал Т4 4-еуін қамтиды. Белсенділігі. Т3 Т4-ке қарағанда белсендірек форма болып табылады. Ол зат алмасуға тезірек және күштірек әсер етеді. Айналуы. Т4 организмнің тіндерінде Т3-ке айналады. Сол екі гормон не үшін қажет деп сұрасаңыз, былай деп жауап береміз. Зат алмасуды реттеу. Т3 пен Т4 организм зат алмасуды реттеу. Т3 пен Т4 организмнің зат алмасуын, өсу мен дамуын реттеуде маңызды рөл атқарады. Өзара әрекеттесу. Т3 пен Т4 барлық процестердің нәзік реттелуін қамтамасыз етіп, өзара әрекеттеседі. Олар қалай жұмыс жасайды? Қалқанша безінің гормондары организмнің барлық жасушаларымен өзара әрекеттеседі. Олар жасушалардың беткейіндегі арнайы рецепторлармен байланысып, ішке сигнал береді. Бұл сигнал реакциялар тізбегін іске қосып, жасушаның жұмысында өзгерістерге алып келеді. Т3 және Т4 гормондарын оркестр дирижермен салыстыру бұл олардың организмдегі маңызды рөлін көрсететін сәтті метафора. Неліктен бұл салыстыру дәл болып табылады? Көптеген процестердің үйлесімділігі. Т3 және Т4 гормондары біздің организмдегі барлық органдар мен жүйелердің жұмысын реттейді.
Олар метаболизмге, өсуге, дамуға, дене температурасына және басқа да көптеген функцияларға әсер етеді. Процестердің жылдамдығына әсері. Организмдегі метаболизм процестердің жылдамдығы Т3 және Т4 гормондардың деңгейіне толықтай тәуелді. Тағы да айтып кетейік. Организмдегі метаболизм процестердің жылдамдығы Т3 және Т4 гормондарының деңгейіне толықтай тәуелді, 100% яғни. Олардың концентрациясы жоғарылаған сайын алмасу процестерде жылдам өтеді. Бұл дирижердің музыкалық шығарманың орындау ырғағын орнатуымен салыстырылады. Басқа гормондармен және жүйелермен өзара әрекеттесу. Т3 және Т4 гормондары организмнің басқа гормоналды жүйелерімен әрекеттесіп, күрделі реттеу жүйесін жасайды. Бұл дирижердің оркестрдегі түрлі аспаптар топтарымен өзара әрекеттесуіне ұқсайды. Осылайша, Т3 және Т4 гормондарының дирижерімен салыстыру өте орынды. Олар шынымен де организмдегі көптеген процестердің ең маңызды реттеушілері болып табылады. Олардың жұмысын үйлестіріп, гомеостазды қамтамасыз етеді. Неліктен йод қалқанша без гормондары үшін соншалықты маңызды? Гормондардың құрылымы. Ең бірінші, йод атомдары тетраиодтиронин немесе тироксин Т4 және трииодтиронин Т3 құрылымының ажырамас бөлігі болып табылады. Яғни йод солардың құрылымының ажырамас бөлігі болып табылады. Айтқанымыздай, Т3 ішінде 3 йодтың молекуласы бар, Т4 оның ішінде йодтың 4 молекуласы бар. Гормондардың белсенділігі. Йод қалқанша без гормондарына олардың биологиялық белсенділігін береді. Яғни йод болмаса, ол гормондар жұмыс жасай алмайды. Гормондардың синтезі. Қалқанша безі Т3 және Т4 гормондарын синтездеу үшін тағамдағы йодты пайдаланады. Яғни йод біздің тамағымызда аз болғаннан кейін фтор, хлор, бром өзінің әсерін көбейтеді қалқанша безге. Ал сол біздің нанойодымызды ішетін болсаңыз, сол йодтың мөлшері толығымен кіреді ағзамызға. Содан кейін қалқанша без дұрыстап жұмыс жасай бастайды. Енді осы Т3 пен Т4 гормонды айтып шықтық, бірақ үшінші гормон туралы айтып шығуымыз керек. Оның аты кальцитонин. Сондай-ақ сіз кальций бар тағамды жеген кезде кальций қанға түсетінін және осы сәтте қалқанша безі шығаратын кальцитонин гормонының жұмыс істей бастайтынын білуіңіз керек. Ол кальцийді сүйектерге және барлық органдарға енгізу керек. Әйтпесе кальций қаннан бұл органдарға және сүйектерге түспейді. Кальцитонин қалай жұмыс жасайды? Кальцитонин бұл қандағы кальций деңгейін реттеп, сүйектердің денсаулығын сақтауға маңызды рөл атқаратын гормон. Оны организмдегі кальцийдің менеджері деп елестетіңіз. Қайталап айтамыз, ол қалқанша безінде өндіріледі. Кальцитониннің негізгі функцияларын атап шығайық. Сүйек бұзылуын баяулатады. Кальцитонин остеокласт деп аталатын сүйек тінін бұзатын арнайы жасушаларға әсер етеді. Ол олардың белсенділігін басады. Осылайша сүйектің бұзылу жылдамдығын азайтады. Жаңа сүйек тінінің түзілуін ынталандырады. Сонымен қатар кальцитонин остеобласттарды, жаңа сүйек тінін құруға жауапты жасушаларды белсендіреді. Қандағы кальций деңгейін төмендетеді. Қандағы кальций деңгейі жоғарылаған кезде кальцитонин оны сүйектерге жинауға ықпал етіп, оның деңгейін төмендетуге көмектеседі. Неліктен кальцитонин қажет? Берік сүйектер, тұрақты кальций деңгейі, сүйектер мен буындарды және басқа органдарды кальциймен толықтыру. Бұл тұрақты және үздіксіз процесс. Егер қалқанша безі ауыратын болса, онда кальцитониннің өндірілуі бұзылады. Бұл кальцийдің сүйектерге және барлық басқа органдарға енбеуіне әкеледі. Бұл жұқа тырнақтарды, шаштың түсуін, буындар мен сүйектердің ауырсынуын тудырады. Бұл қалқанша безін қалпына келтірмесе, ешқашан басылмайды. Демек, қан анализі қандағы кальцийдің жеткілікті мөлшерін көрсете алады, бірақ бұл қалқанша безінің бұзылуына байланысты кальцитонин жұмыс істемесе, бұл кальцийдің орындарға және сүйектерге енетінін білдірмейді. Бірақ бұл мәселенің жартысы ғана. Қалқанша безі ауруға шалдықты. Кальцитонин дұрыс өндірілмейді. Кальций сүйектерге және органдарға енуді тоқтатты деп елестетіңіз. Организм миға «маған кальций жетіспейді» деген сигнал жібереді. Осы сәтте қалқанша маңы безі жұмыс істей бастайды. Қалқанша маңы безі туралы айтып берейік. Яғни, қалқанша без үлкендірек болады, ал қалқанша маңы без кішкентай домалақ бездер болып табылады соның қасында. Қалқанша маңы безі не істейді? Кальций деңгейін реттейді. Ол қандағы кальций мөлшерін байқайтын
бақылайтын парат гормондарды өндіреді. Паратты гормон, паратты темір дейтін сөздегі т әріпі бар ғой, сол әріпті қамтиды. Кальций деңгейі төмендегенде қалқанша маңы безі парат гормонды көбірек шығарып, оның деңгейін арттырады. Сүйектерге әсер етеді. Парат гормон кальцийді сүйектерден босатып, оны қандағы деңгейін жоғарылатуға көмектеседі. Бүйректерге әсер етеді. Яғни парат гормон бүйректердегі кальцийді реабсорбациялауды арттырып, фосфаттың реабсорбациясын азайтады. Неліктен ол маңызды? Сау сүйектер. Кальций деңгейін дұрыс болу сүйектердің денсаулығын сақтау үшін маңызды бұл парат гормон. Бұлшық еттер мен жүйке жүйесінің қалыпты жұмысы. Кальций бұлшық еттердің жиырылуымен жүйке импульстарының берілуіне маңызды рөл атқарады. Қалқанша маңы бездердің бұзылыстары. Мысалы, егер ауыратын болса, ол екі ауруға алып келеді. Біріншісі гиперпаратериоз. Бұл қалқанша маңы бездері тым көп парат гормон шығарғанда пайда болатын жағдай. Бұл сүйектердің әлсіреуіне және бүйрек тастардың түзілуіне әкелуі мүмкін. Гиперпаратериоз біздің нанойод арқылы емделеді. Есте сақтаңыз соны. Екінші түрі гипопаратериоз. Бұл қалқанша маңы бездегі жеткілікті парат гормон өндірмегенде пайда болатын жағдай. Ол бұлшық ет спазмдарымен ұйып қалуға әкелуі мүмкін. Гипопаратериоз біздің нанойод арқылы жойылады. Парат гормон не үшін қажет? Парат гормонның басты міндеті организмдегі кальций деңгейін бақылау. Айтып кеткендей, кальций көптеген процестер үшін өте маңызды. Тағы айта кетейік, мықты сүйектер, бұлшық еттердің жұмысы, жүйке импульстардың берілуі, қанның ұюы. Енді қалқанша маңы безін айтып кеттік, оның екі ауруын айтып кеттік. Енді одан үлкен қалқанша бездің ауруларын айтып шығайық. Қалқанша бездің дұрыс жұмыс істемеуі екі аурумен сипатталады. Біреусі гипертериоз, тым көп гормондар, симптомдары жүйкелік салмақ жоғалту, жүректің жиі соғу, тершеңдік. Және екіншісі гипотериоз, гормондар жетіспеушілігі, симптомдары шаршағыштық, салмақ қосу, құрғақ тері, іш қату. Гипотериоз бұл қалқанша безі жеткілікті мөлшерде гормондар өндірмейтін жағдай. Қалқанша безін біздің денемізді жылытып тұратын пеште елестетіңіз. Гипотериоз кезінде бұл пеш төмен режимде жұмыс істейді және организмге тым суық болады. Гипотериозды қарастыратын болсақ, неден болады ол? Йод тапшылығынан. Организмдегі йодтың жетіспеушілігі қалқанша безінің қызметін бұзуы мүмкін. Аутоиммунды аурулар. Көбінесе гипотериоз иммундық жүйенің қалқанша безіне шабуыл жасауынан туындайды. Қалқанша безін хирургиялық жолымен алып тастау олды себепші. Қалқанша безіне жасалған операциядан кейін гипотериоз дамуы мүмкін. Дәрілер, кейбір дәрілер тікелей қалқанша безге зиян келтіреді. Енді гипотериоздың белгілері қандай? Шаршағыштық, үнемі шаршау және әлсіздік сезімі, процестердің баяулауы, жүрек соғысы баяулайды және дене температурасы төмендейді, ас қорыту баяулайды, салмақ қосу. Тәбеттің төмендеуіне қарамастан салмақ көбеюі мүмкін. Ісінулер, бетте, қолдарда және аяқтарда ісіну пайда болуы мүмкін. Тері мен шаштың құрғауы. Тері құрғап, қабыршақтанып кетеді, шаш түседі. Іш қату, ішек жұмысы бұзылады. Суықты сезіну, тіпті жылы ауа райында да суық болуы мүмкін. Балаларда гипотериоз өсу мен дамудың баяулауын тудыруы мүмкін. Енді гипертериоз туралы айтып кетейік кеңірек. Гипертериоз бұл қалқанша безі тым көп гормондар өндіретін ауру. Қалқанша безін біздің денемізді жылытып тұратын пеш деп елестетіңіз. Гипертериоз кезінде бұл пеш толық қуатпен жұмыс істейді және организмге тым ыстық болады. Ол неден пайда болады? Йод тапшылығы. Нашар гормондардың өндірісі гормондардың артық өндірілуіне әкеледі. Аутоиммунды аурулар. Көбінесе гипертериоз иммундық жүйенің қалқанша безіне шабуыл жасауынан туындайды. Қалқанша безінің ісіктері. Сирек жағдайда гипертериоз қалқанша безінің ісігінен туындауы мүмкін. Басқа да себептер. Кейде гипертериоз қалқанша безіндегі қабыну процестерінен туындауы мүмкін. Енді гипертериоздың белгілері қандай? Көтеріңкі қозғыштық. Адам тітіргенгіш, жүйкесі жұқарған болады, ұйқысыздық мазалайды. Салмақ жоғалту. Тәбет жақсы болғанымен салмақ тез жоғалуы мүмкін. Жүректің жиі соғуы, жүрек жиі және қатты соғады. Тершеңдік. Адам салқын ауа райында да үнемі терлейді.
қолдар аздап дірілдеуі мүмкін. Көздің шығыңқылығы. Кейбір жағдайларда гипертиреозбен ауыратын науқастарда көз алмасының шығыңқылығы байқалады, яғни көз шыға бастайды. Енді жасанды интеллектпен ойнап қалқанша безімен кез келген дене ауруы арасындағы байланысы туралы сұраңыз. Сонда сол қалқанша безді бұзатын болсақ, талай ауруға келетінімізді байқайсыз. Қалқанша безі біздің ағзамызды бұзатын бастапқы орталық. Қазіргі медицина ол туралы ешкім айтпайды, үйретпейді да. Осы қалқанша безді және қалқанша маңы безін емдеу үшін біздің нано-йодты тұтынуымыз керек. Оны қайдан аласыз? Сайтымыздан www.yod.kz дейтін сайттан аласыз. Болмаса біздің телеграм номерімізге хабарласыңыз. 777 055 44 00. Дәл осы телефоннан телеграм арқылы кеңес консультацияда алып аласыз. Сау болып тұрыңыз.